достар, сіздермен бірге мен Расул. Видеоны бастамас бұрын менің арнама жазылып кетіңіздер. Менің арнамда көптеген жақсы видеолар көре аласыздар. Ал бірінші сұрақ. Бұл смайликтерден басқа смайликті көрсетіңіз, яғни артық смайлик. Уақыт кетті. Әр сұраққа 20 секунд беріледі. Егер сіздер қарағы болсаңыздар, мына смайликті көрген шығарсыздар. Ал егер осы смайликті тапсаңыз, лайк басып кетіңіздер. Ал біз келесі сұраққа көшеміз. Бір күні екі қыз ұрланып кетеді. Және полиция оларды ұрланған үйден тауып алады. Және олар бірақта 3 қыз болып шығады. Осы 3 қыздың біреуі өзі ұры болып шығады. Бұл 3 азиялық қыздың қайсысы ұры? 2 азиялық қыз және 1 ұры болады. Олардың бәрі айтады, мені 3 ай бұрын ұрлап кетті деп айтады. Сонда бұлардың ішінде кім ұрлықшы? Ал сіздерде болса 20 секунд уақыт кетті. Егер сіздер видеоның басында байқаған болсаңыздар, олар 3 ай бұрын ұрланып кетті. Яғни азиялықтардың шаштары қара. Егер де шаш қара қыз, өзінің шашы қара, ал шашы сары мен қызыл қара аралас. 3 ай бойы красқысы кеткен, ал сары ол азиялық емес, яғни ол ұры болып шығады. Егер де сіз бұл логикалық сұрақ шешсеңіз, 75% адамның қатарына кіресіз. Келесі сұрақ. Бір адам өлтіруші өзінің адамдарын 2 таблетка беріп алдына су қояды. Осы 2 таблетканың біреуін таңдасаңыз, біреуі өлтіреді, біреуі өлтірмейді деп айтады. Ал ұрлық-шорлаған адамдардың барлығы да кез келген таблетканы таңдап өліп қалады. Бұның себебі неде? Ал ұрлықшы болса, өзі таблетканы ішіп өлмей кете береді. Ал сіздерде 20 секунд кетті. Егер де сіздер өте қарағы болсаңыздар, онда су берілген деген сөзді естеріңізге сақтап қалар едіңіз. Яғни ол таблеткада емес, суда болған. Және барлық адамдар суды ішіп өліп қалған. Ал біз келесі сұраққа көшеміз. Бір күні алғашқы қоңырауда мектепте оқушылардың біреуі қайтыс болады. Және сол орында 4 күдікті анықталады. Олардың біріншісі директор, екіншісі алгебра пәнінің мұғалімі, үшіншісі охрана, ал 4-шісі болса еден жуушы. Директор айтады, мен өз бөлмемде болдым, ештеңе де істеген жоқпын дейді. Алгебра апай болса, мен бақылау есептерін тексердім, ештеңе істеген жоқпын дейді. Ал охрана болса, мектепті күзетіп тұрдым дейді. Ал пол жуушы, мен деген тек полдар жудым дейді. Сонда бұлардың қайсысы адам өлтіруші болған? Сіздерде 20 секунд кетті. Ал егер сіздер өте қырағы болсаңыздар, алгебра пәнінің адам өлтіруші екенін білесіздер. Себебі алғашқы қоңырауда ешкім де бақылау тексермейді. Және полиция осы сөзден адам өлтірушіні ұстайды. Ал сіздер тапсаңыздар, лайктарыңызды басып кетіңіздер, біз келесі сұраққа көшеміз. Бір күні супермаркетте бір ұрлықшы пайда болады. Ол 3 ай бойы заттарды ұрлайды. Сол 3 ай бойы ұрлаған адам полицияға жүгінеді. Осы полиция 3 адамды тауып бер дейді. Сол кезде полициялар камерадан қарайды.
камерада 4 адам осы 3 ай бойы осы супермаркетке келіп жүргенін байқайды. Олар қаңтарда және наурызда және мамырда байқалады. Осы үшеуінің қайсысы ұрлықшы яғни? Сіздерде 20 секунд кетті. Алдарыңызда камераның суреттері. Бұл әрине оңай сұрақ болды, бірақ та сіздер байқаған шығарсыздар. Бұл аяғы ауыр адам ұрлықшы, себебі ол 3 ай бойы бала көтеріп жүре алмайды. Әрі оның баласы яғни үлкен. Ол осы баланың орнына тамақтарды ұрлап жүрген. Ал біз келесі сұраққа көшеміз, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Келесі сұрақ. Бір күні апай өзінің оқушыларына сабақ беріп жатады да кетіп қалады. Осы кезде оның алмасын ұрлап кетеді. Және бұл күдікті үшеуі ұсталады. Осы үшеуінің біріншісі айтады, мен бұны істемедім дейді. Ал екіншісі де сөйтіп айтады. Ал үшіншісі болса, оны екінші бала істеді дейді. Сонда қайсысы ұрлықшы? Және сіздерде 20 секунд кетті. Егер сіздер білетін болсаңыздар, бұл сұрақ өте қиын болып келеді және логикаға сүйену керек. Бірінші бала бұны істемедім деді, екіншісі де істемедім деді. Ал үшіншісі істедік дейік. Мысалға, ол екінші бала кінәлі болып шығады. Себебі ол екінші баланы көрдім деп айтады. Ал екінші бала айтса, керісінше ол бірінші бала дұрыс айтып, ал екінші бала дұрыс емес айтады. Ал бірінші бала бұл осы ұрлықшы, себебі ол екеуін шатастырып қойған. Ал біз келесі сұраққа көшеміз. Бір күні әйелі күйеуін өлтіреді. Сөйтіп ол қаланың шетіне апарып, оны өздері көміп кетіп, қайтадан үйіне келіп ешқандай да із қалдырмайды. Сөйтіп ол барлық дәйектерді өшіріп, ешқандай да із қалдырмайды. Сөйтіп бір жерде полиция соғады. Сіздің күйеуіңізді өлтіріп кетті, тезірек келіңіз дейді. Ол дереу шығып сол орынға барады. Сол кезде оны полиция ұстап алады. Неге? Ал сізде 20 секунд кетті. Жауабы полиция соққанда оның қай жерде, яғни адамның қай жердегі өлтірілген мекен жайын айтпайды. Ал әйелі болса